Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Мен бүгін сіздерге Google Gemini арқылы 5 минутта жасалатын кітаппен таныстырғым келеді. Google Gemini'ге біздер Google аккаунт арқылы кіреміз. Мынау Google Gemini'дің бірінші беті. Бұл жерден біздер Storybook деген мына Storybook'қа кіреміз. Бұл жерде дейтін промпты қазақша, орысша, ағылшынша жазуға болады. Бізге қазір қазақша аударып алсақ, мына жерден жоғарғы жағынан мына жерден 3 точка бар, соны басамыз да мына жерден перевести деген барамыз. Бұл жерде қазақ тіліне ауыстырғымыз келсе, міне ауыстырып аламыз. Енді бұл жерде мәтіндердің бәрі қазақ тіліне ауысты. Storybook'қа біздер роботтар түрлері және оларды қолдану 5-ші сынып тақырыбына байланысты мінерге промпт жаздық. Одан кейін Gemini'дің Storybook'ты мынандай кітапша дайындап берді. Роботтар әлеміне саяхат. Бұл жерде енді әртүрлі роботтар көрсетілген. 10 беттік кітап дайындап берді. Енді бұны біздер жоғары жақта download деген сақтау белгішесі тұр. Осы арқылы сақтаймыз. Бұл PDF форматта сақталады. Екінші, мына жерді басқан уақытта бұл жерге кітапшаның өзінің сілтемесі шығады. Бұны сілтеменде өзіңізге жаңа копировать етіп алуға да болады. Келесі, бұл жерде де 5-ші сыныпқа гироскопиялық датчик 5-ші сынып тақырыбына кітап сұрадым, сабақ бойынша. Бұл жерде де 10 беттік кітап дайындап берді. 5 минуттың ішінде өзі арнайы өзінің суреттерімен Gemini өзі дайындап береді Storybook арқылы.